армысыздар, каналға тіркеліп лайк басып әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Менің балалық шағым қызыққа толы болып өтті. Ата-анамның тұңғышы болдым. Үйдің ең үлкені ата-әженің қызы болып есептеледі емес пе? Осылай ата-әжеме, ата-анама кір келтірмеу мақсатында мектепте үздік бағамен тәмамдадым. Сөйтіп есепші аудит мамандығын өз біліммен оқуға түстім. 5 жылдық оқуды да жақсы бағамен бітірдім. Қалада үлкен бір фирмаға есепші болып жұмысқа орналастым. Жұмысымды тиянақты атқарып басшылықтың көзіне де тез түсе бастадым. Сөйтіп жылдан жылға лауазымым да жоғарылай бастады. Күндердің бір күнінде бас есепші қызметіне көтерілдім. Жылдар зымырап өте берді екен. Артыма бұрылып қарағанда өзімнің 30-дан асып кеткенімді де байқамай қалыппын. Осы кезге дейін тұрмысқа шығуды мүлдем ойламаған екенмін. Өзімнің құрбыларым балаларын мектепте беріп қуантып жатты. Оны көріп менің көңілім жабырқай түсті. Ендігі бар ойым қаладай тұрмысқа шығу еді. Сол мақсатпен газет-журналдарға берілетін танысу бұрышын үзбей оқуды әдетке айналдырдым. Кейін өзім де бір рет сол газетке өзімді жариялап жіберген хабарландыруым газет бетіне шыққан соң қоңырау шалушылар көбейіп кетті. Олардың көбісі ауыз толтырып айтарлықтай жұмысы жоқ, ішкі шия болмаса байланысы жоқ біреулер хабарласып мазамды алды. Өзімнің танысу бұрышына хат жолдағанына өкініп, енді мұндайларға қалай құтылатыным деп өз басымнан қайғы болып жүргенімде үйге құрбым бір сіңілісімен келді. Өрімдей жас қыз кіргеннен басын ұялы телефонын алмады. Үңіле қарап жымиып күліп қойды де қояды. Оның әлемі маған да қызық болды. Қасына жақындап отырдым да, жаным-ау, мұнда не қызық бар? Сізден де бөліспейсің бе деп сұрадым. Ол маған күлімсіреп қарады да, айтпақшы, мына сайт өте керемет. Мұнда әртүрлі жастағы адамдармен танысуға болады. Тәте, бұл сізге қажет сайттың бірі. Ұялы телефоныңызды беріңіз, мен сізге орнатып берейін. Менің бір құрбым осы вдруг вокруг деген сайт арқылы бір жігітпен танысып жақында үйленейін деп жатыр. Сіздің де бағыңыз ашылып кетсе ғажап емес деп ұялы телефоныма өзі айтқан сайт орнатып берді. Мені әдемілеп бояндырып киім кигізіп суретке түсірді. Сол суретімді аталған сайтқа қойды. Қалай қолдану керектігін де көрсетті. Содан не керек, ұялы телефон арқылы тіркелген сайтқа хаттар толассыз жинала бастады. Алғашқы кезде келген хаттарға жауап беріп те үлгере алмай жүрдім. Керек десеңіз, кейбір хаттарды оқып, оған жауапты қайтармайтын кездерім болды. Себебі бұл сайтта отырғандардың басым бөлігі жастар етін. Жастардан ұят қашқан екен. Ашықтан ашық төсек қатынасына шақыру да жиіліп кетеді. Кейіннен байқасам, мұның әуресі де, әбігері де жетерлік тірлік екен. Кілең бір ойдан қырдан қашқандар секілді. Олар маза бермейді де қойды. Хаттарды оқып қанша көңілім қалса да, алған бетімнен қайтпай өмірлік серігімді сайт арқылы іздеуді жалғастыра бердім. Бір күні осы сайтқа кіріп отырып, көзіме ерекше суретпен жазылған сөз тіркестеріне көзім түсіп кетті. Онда былай деп жазылыпты: жүрегі таза, адал жар болатын жан бар ма бұл өмірде, деген Саматтың жүрек жарды сөзінен аттап кете алмадым. Жалма-жан оның достығын қабылдап хат жаза бастадым. Бұл әдемі әсерлі сөздерді темір тордың ар жағында отырған адам жазған екен. Саматтың жоғарыдағы жазған сөздері мені бейжай қалдырмады. Онымен хат алысып жүріп түрмеде жазасын өтеп жүргенінде де білдім. Өмірде жаңылмайтын жақ болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды демекші. Жастықтың салдарынан қателескен жан болар. Адам болған соң бастан әртүрлі жағдайлар болады емес пе? Енді өзегін өмір өкініш өртеген жігіт түзелгісі келіп, бақытты өмір бастағысы келген ғой деп бейтаныс жанға жүрегім жібіп сала берді. Темір тордың ар жағында жазылған сөздер ерекше болып көрінді. Жүректегі махаббат сезімін өлең жолдары арқылы түсірмек болған жігіт сайт арқылы өзімді жіберген хаттарын асыға күттім. Оны оқып өзімді бір бақытты жандай сезіндім. Бұл хаттардың бәрі де маған соншалықты шынайы, терең жазылғандай, әртүрлі ыстық көрінді. Сезіміме ие болмай алмай Саматқа жүрегі жарды сезімді білдіріп, жылы сөздерді жазып хат жолдадым. Көп уақыт күттірмей ол жақтан да жауап келді. Міне, біздің махаббатымыз осылай басталды. Күні-түні ұялы телефонда вдруг вокруг сайтына телміріп жігітімнен хат күтумен болдым.
Бірде ол өзінің хатында 1 жылдан кейін бостандыққа шығатынын, өмірде жіберген қателігі үшін қатты өкінетінін, қалған ғұмырын таза да үлкен сезімнің жолына арнайтынын, өмірін жақсы арнаға түбегейлі өзгерткісі келетінін айтты. Ыңғайын тауып ол маған қоңырауда шалып жүрді. Бірақ мен оған хабарласпайтын болдым. Себебі жігітімнің өтініші еді. Тексеру кезінде ұялы телефонды байқап қалса алып қояды. Сосын біз хабарласа алмай қаламыз деген сөздерді айтып еді. Міне, осыдан кейін біздің арамызда махаббатқа толы толассыз хат жазысу басталды. Самат маған көңілді, терең ойлы, ақылды әрі асқан білімді адам секілді көрінді. Мен оның әрбір сөзін қайта-қайта тыңдап қоямын. Мен өзімнің әлемімде шаттанып жүрдім. Бақытымды тапқандай күй кештім. Сөйтіп жүріп қалған жарты жылдың темір тордың ар жағынан хат-хабар күтумен қалай өтіп кеткенін байқамай да қалдым. Бірде сүйіктім мені кездесуге шақырды. Оны естіген бойда бір сөзге келместен түйіншегімді түйіп Ақтөбе облысына тартып кеттім. Түрменің темір торы айқара ашылып, мені ішіне қарай беттедім. Жүрегім дірілдеп, қорқыныш сезімі билеп те барады. Амал жоқ, артқа қайтуға жол жоқ. Жүрегімді жаулаған бейтаныс жанды көруге асығып келемін. Аяғымды қанша алшақтай бассам да жете алар емеспін. Адам жүретін дәліздің шеті көрінбестей болып көрінеді маған. Әйтеуір зорға дегенде кездесу бөлмесіне жеттім-ау. Қашан есік ашылады деп кіріп келген екенмін. Тағатсызданып күтіп отырмын. Бір кезде сырттан есіктің тұтқасын ұстап есік жайлап ашыла бастады. Мойнымды соза қараудамын. Орнымнан атып тұрғанымды өзім де сезбей қалдым. Есіктің кіре берісінде бейтаныс жігітті көргенде көзімді жоғалтқандай болдым. Өзімнен 5 жас кіші сүйіктім шынында да сымбатты еді. Түрмедегі кездесуден кейін мен сүйіктіме қоштасып тұрып оны күтетінімді айттым. Сонымен не керек, мен сөзімде тұрдым. Ол шығатын күні мен мол дастархан жайып қымбат сыйлықтармен қарсы алдым. Ал ол менің бұл ілтипатымды қалай бағалағаны ішінде болды. Бірге тұрған кездері оның әдемі бетпердесі сыпырылып, өзінің шынайы бейнесі көріне бастады. Сонда ғана түсіндім. Оған менің тамаша жөнделген пәтерім, соңғы үлгідегі жеңіл көлігім мен жиһаздарым ғана қатты ұнаған екен. Уақыт дегеннің зуылдап өте бергенімен жолдасым жұмысқа орналасуды қаперіне де ілмеді. Қаланы емін-еркін аралап сауық-сайран салуды сүйікті әдетіне айналдырған. Ол елдің сөзін сыпайы мінезімен баурап, таныстарды жинай бастады. Күндердің күнде олардан үйге келетінді шығарды. Менің тапқан ақшама арақ пен есірткі алып ойына келгенін жасап жүрді. Әрине менің күткенім бұл емес еді. Бірақ мен сабырлық танытып, ілтипатын аяғына дейін үндемеуге тырыстым. 9 жыл түрмеде отырып кішкене көңіл көтергісі келген болар деп өз-өзімді басып қоямын. Арадан бірнеше ай өткеннен кейін аяғымның ауыр екенін сүйіктіме жеткізгім келді. Өзімнің бақыттан басым айналып, көкірегімді қуаныш кернеп барады. Алайда мен ол бақытты сүйіктімнің жүзінен аңғармадым. Ол өзінің тұрақты жұмыс таппаған, әлі өзінің өзіне де келе алмай жүргенін алға тартып, әлі бала тәрбиелеп ұрпақ өсіру туралы әңгімені ұнатпай қалғанын байқадым. Сөзінің тоқетерін аңғарғаным, ол менің құрсағымдағы баланы жасанды түсік жасату арқылы алдырып тастауға үгіттей бастады. Мен осы жерден алғаш рет азаматтық некеде тұрған сүйіктіме қарсылық көрсеттім. Нәресте түсіктен аман қалғанымен біздің қарым-қатынамыз бұрынғыдан да нашарлай түсті.